Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Құрметті ақсақалдар, қадірменді жамағат, Алла тағала осы мешітке басып келген әрбір қадамдарыңызды сауаптан жазсын. Алла тағала осы отырысымызды, Алланы еске алу мәжілістерімізді біз үшін хайырлы, пайдалы болу нәсіп етсін иншалла. Естеріңізде болса, біз өткен отырысымызда мынау рия тақырыбының айналасында сөз қозғаған болатынбыз. Оның анықтамасы қандай, оның себептері қандай, және де оның бір шама мысалдарымен танысқан болатынбыз. Енді Алла қаласа, осы бүгінде осы рия тақырыбын жалғастыратын боламыз. Мынау адам кейде өзінің пайдасын көздеу мақсатында басқа адамның қолындағы мал мүлкіне қызығады, немесе басқа адамнан бір пайда көру үшін сол адамға жағатындай бір құлшылықтар жасайды екен. Жаңағыдай бір адамның мал мүлкіне, дүниесіне бір одан бір пайда алу үшін оған жағатындай бір құлшылықтарды істейді екен. Міне осыған бүгін тоқталамыз иншалла. Қала ал-мусаннифу рахимахуллаху та'аля, нафa'ана Аллаху би'улумихи фид-дарайни амин. Фаслун фир-рияи ли жалабин наф'i ва там'i фима фи айдин нас. Адамдардың қолындағы мал мүліктеріне немесе олардан бір пайда алу мақсатында бір рияшылдық жасау дейді. Валаху амсила. Ал-аввалу ан юхадара ман ярджу бирраху ва силатуху ва ихсанаху файюраихи би та'атиллахи та'аля. Енді бір адамдар болады дейді, басқа адамдарға жақындау мақсатында, мысалы, мал мүліктеріне бір таныс болу үшін, сол адамдарға жағу үшін, олардың көздерінше не істейді екен дейді, бір рияшылдық жасап, құлшылықтарын көбейтеді екен, солардың көздерінше. Бірақ мақсат Құдай разылығы үшін емес, әрине, бәлкім сол адамдарға жақындау үшін, сол адамдарға жағу үшін адамдар өзінің құлшылықтарын, және намаздарын, оразаларын көбейтеді екен. Лиюнилаху ма ража минху минал бирри ва сила. Сол адамнан бір байланысты орнату үшін, немесе одан бір жақсылық көру үшін, жәнегідей құлшылықтарын көбейтеді дейді. Валау иттала'a минху хазал маржуу ала зиллатихи лагтамма литтила'ихи алейха. Сол адамға өзі қалап отқан адам оның бір қателіктерін көретін болса дейді, ол адам қатты қапаланады дейді, қатты өкініп қалады дейді. Не дейді? Мысалы, бір адамның жақсылығына жету үшін адам өзінің құлшылықтарын көбейтеді, намаздарын көбейтеді, жаңағыдай жақсы амалдан істейді. Бірақ та сонымен қатар, қалаған адам оның қателіктерін көретін болса, ол бірден не істейді екен? Қапаланып, қатты уайымдап кетеді дейді. Ма ла яғтаму литтила'ихи ғойрихи хауфа мин инқита'i биррихи ва силатихи. Алайда өзі қаламаған адам оның қателіктерін, кемшіліктерін көретін болса, ол еш қапаланбайды дейді, еш уайымдамайды, еш қапаланбайды дейді. Валау иттала'a ала ибадатихи ва та'ати лартаха бидалик. Алайда өзінің құлшылықтарын көрген кезде, көрсетілген кезде, екінші қалаған адам оны көрген кезде, құлшылықтарын, қалай намаз оқып жатқанын, қалай Құран оқып жатқанын көрген кезде, ол қатты рахаттанып дейді. Менің жаңағыдай құлшылықтарымды мен қалаған адам қарап жатыр деген кезде қатты қуанады дейді, қатты ләззат алады содан дейді. Алайда өзі қаламаған адам оның құлшылықтарын қараған кезде ол ешқандай бір несі көрмейді, бір рахат көрмейді дейді. Өзі қаламаған адам оның құлшылықтарын, жасаған ізгі амалдарын қараған кезде, көрген кезде, ол ешқандай қуанбайды, жүрегіне ешқандай қуаныш ұяламайды дейді. Бұл не үшін? Өйткені адам о бастан ниетті өзі қалаған адамның көзінше жасауды ниет қойды. Ол пайда көру мақсатында, бір байланыс орнату мақсатында өзі қалаған адамның алдында ғана құлшылықтарын жасайды, намазын оқиды, бірақ одан басқа адамдар оның құлшылықтарын қараған кезде ол ондай ләззат көрмейді екен. Міне қарап отырсақ, бұл да бір рияшылықтың түрі екен. Мынау біздің үлкен проблемамыз,
Қазіргі қоғамда біз керек емес адамдардың көзінше өзімізді жақсы көрсетуге тырысамыз. Бізде жәнегідей өсіп жатқан балаларымыз, бізге қарап жатқан жұбайларымыз бізге қызық емес, бәлкім бізге қызық не нәрсе екен, бізден жоғары тұрған адамдар. Олардың ойлары бізге деген, олардың көзқарастары, бізге деген көзқарастары сол маңызды болып кеткен, өкінішке орай. Мына жүрегімізге дүние мансап әбден кіргені соншалықты, біз кімге жақсы үлгі болу керекпіз, кімге жақсы өнеге көрсету керекпіз, соны біз алмастырып алдық, өкінішке орай. Қазіргі таңда дүниеге жеткізу үшін адамдар қандай да бір амалдарға бармайды. Намазды да оқып кетеді, жаңағыдай тақуада болып кетеді уақытша. Бірақ осының бәрін Құдай тағала көріп тұр. Құдай тағала кімнің қандай амалды, қандай ниетпен жасаған бәрін Алла тағала бақылап тұр. Себебі Алла тағала біздің жүрегіміздегі ниеттерімізді, ойларымызды жақсырақ білуші. Сол үшін құрметті жамағат, әрдайым Алланы мақсат ету керек, Алланы көздеу керек. Сол кезде иншалла біздің құлшылықтарымызда, біздің намаздарымызда қабыл болады. Мынау рияның зардабы қарап отырсақ, тек қана өзімізге де емес, бәлкім біздің жақындарымызға да тиіп кетіп жатыр. Мысалы біз баламызға үлгілі болу үшін біз ондай күш-жігер жасамайды екенбіз. Жұмыстан келген кезде жұмыстағы әріптестерімізге немесе бір басшыларымызға жақсы көрінемізде, үйге келген кезде оны бәрін тастап қоямыз. Керісінше болу керек. Керісінше үйге келген кезде біз өзіміздің жақындарымызға үлгілі болуымыз керек. Біздің жақындарымыз шама келгенше біздің кемшіліктерімізді көрмеу керек негізінде. Біз өзіміздің кемшіліктерімізді бәрін жақындарымызға көрсетіп қоямыз да үйдегілерге. Бірақ сыртқа шыққан кезде әп-әдемі киінеміз. Киімдеріміз әдемі, ақлағымыз түзу, мінеміз көркем мінезді болып қаламыз да, бірақ та үйге келген кезде біздің шынайылығымыз ашылып қалады екен. Бұл қарап отырсақ, құрметті жамағат, бұл үлкен қатерлі іс. Біз үйде қандай болсақ, біз сыртта қандай болсақ, үйде де тура сондай болуымыз керек. Біз адамдарға, таныс емес адамдарға қандай мәміле жасайтын болсақ, тура сол сияқты біздің жақындарымызға да сондай мәміле жасау керекпіз. Себебі неге? Себебі олар ол мәмілеге әлдеқайда лайықтырақ. Олар, біздің жақындарымыз, біздің көңілімізге, біздің мәмілемізге әлдеқайда лайықтырақ біздің көңілімізге. Біреулер емес, басқа адамдар емес, әріптестер емес, басшылар емес, бәлкім ең бірінші біздің жақындарымыз бізге лайықтырақ, оларға көңіл бөлу үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дінді насихаттаған кезде ең бірінші өзінің жақындарынан бастаған. Ең бірінші өзінің жақындарына, жұбайларына, балаларына насихаттаған. Біреуге насихаттамаған. Ең бірінші көркем мінезді кімге таныта білген? Көркем мінезділікті, дінді жақындарына таныта білген. Міне, құрметті жамағат, әрқайсымыз дін үйімізде отбасымыз бар. Солар бізге қарап өседі. Біз қандай іс-әрекет жасаймыз, олар да тура сондай іс-әрекетте болады. Өйткені ер адам өзінің отбасына жауапты. Ер адам өзінің отбасына жауапты. Бұл қай жағынан болсын, қандай қырынан қарасақ та, бұл үлгілі жағынан ба, жақсы сөз жағынан ба, кез келген жағынан біз үлгі болуымыз керек, өнеге болуымыз керек. Керісінше болып қалмау керек. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Мағынасын айтайын. Жұбайыңды баланың көзінше дәреже түсірме дейді, ұрыспа дейді. Балаңды біреудің көзінше дәрежесін түсірме дейді. Бұл не деген сөз? Бұл ең бірінші нәрсе, бұл жақындарың. Ең бірінші көңіл жақындарыңа бөлу керек. Жұбайыңды баланың көзінше дәрежесін түсірме, ұрыспа дегені, бұл әйел адамды, ананың дәрежесін баланың көзінше түсірмеу. Өйткені біз жоқ кезде үйге жауапты кім? Біздің жұбайларымыз. Біздің бағып қағатын, реттейтін бәрін жұбайларымыз. Егер жұбайымыздың дәрежесін баланың көзінше түсіретін болсақ, ананың сөзі өтпей қалады балаға. Тура сол сияқты баланың дәрежесін біреудің көзінше түсірме дейді. Немесе балаңды, ұлыңды, қызыңды біреудің көзінше ұрыспа дейді. Неге? Өйткені бала, сенің балаң. Біреудің көзінше ұрысатын болсаң, оның несі
өз өзіне деген сенімділігі, өз өзіне деген құрметі жоғалып кетеді. Сол үшін мына қазақ атамыз да осыған қатты мән берген. Қараңызшы, өзін жақындарын бірінші орынға қойған, біреуді қоймаған. Ең бірінші орында өзінің бала шағасы болу керек. Бұл негізі сүннет. Отбасын, балаңды сүю, балана жақсы әке болу, яғни ең көп қатты жақсы көру, бұл сүннеттен балаңы. Біреудің баласын емес, өзінің балаңды сүю, бұл сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұрыс барлық балаларды, кішкентай жас балаларды жақсы көрген, бірақ та ең қаттырақ өзінің балаларын жақсы көрген. Өзінің қыз ұлдарын, немерелерін жақсы көрген. Неге? Өйткені оған ең жақынырақ олар. Біз өкінішке орай қазір өзіміздің балаларымызға жақсы дұрыс көңіл бөлмейміз де, алайда біреудің балаларына келген кезде жақсы мәміле жасап қалатын боламыз. Оларды көтеріп, ойнатып кетеміз де. Бірақ түп негізінде біздің жақындарымыз, біздің балаларымыз өзімізден шыққан, осы нәрсеге лайықтырақ, осы нәрсеге мұқтажырақ. Өйткені өзімізден шыққан. Сол үшін құрметті жамағат, мынау рияшылдық деген нәрсе, қарап отырсаңыз, тек өзімізге ғана зиян тимейді екен. Мына балаларымызға да, жақындарымызға да зиян тиіп жатады. Неге? Өйткені біздің ойымызда кімді бірінші құрметтеу керек, кімді бірінші орынға қою керек, сол ауысып кеткен өкінішке орай. Біз жақындарымызды бірінші орынға қоймаймыз, ағайындарымызды бірінші орынға қоймаймыз. Біреу достарымызды, немесе бастықтарымызды бірінші орынға қойып кетеміз. Дұрыс негізі екеуінде сыйлау керек, бірақ та түп негізінде ең жақын бізге өзімізден шыққан жақындарымыз, туысқандарымыз бізге ең жақынырақ болу керек. Оларға көңіл көбірек бөлуіміз керек. Сонда Алла тағала екі жерге де бірдей береке беріп қояды. Біз тар нәрсені сұрап отырып, үлкен нәрседен құрып қалып кетіп жатырмыз. Біз өзіміздің әріптестерімізге, басқа адамдарға жағамын деп, өзімізде ең соңында жақындарымызға да жақпаймыз, адамдарға жақпайтын болып қаламыз. Ал егер Алла разылығы үшін ең бірінші сүннет бойынша жақындарымыздан бастап, кейін рет-ретмен жаңағыдей мәміле жасап, жақсы қарым-қатынаста болатын болсақ, Алла тағала екеуіне де береке беріп қояды, екі жаққа да Алла тағала өзінің жемісін беріп қояды екен. Алла тағала баршамызды риядан сақтасын. Алла тағала баршамызға жүректерімізге иман нәсіп етсін, кәміл иман нәсіп етсін. Ва ахиру дауана аниллахи раббил аламин. Аллаху